Жаңадан тренд болып жатқан стакандағы тортты жасап көргендеріңіз бар ма? Бар болса, төменде комментарияда жазып кетіңіздер. Егер де бірінші рет жасайын деп жатқан болсаңыз, менімен бірге осы видеоны соңына дейін қарап, жасап көріңіздер. Торт өте ерекше болып шығады, әрі тез дайындалады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен кожынан бастаймыз. Өзімізге ұнаған кез келген кожды пісіріп алсақ болады. Мен трайфлға арналған кожды пісіріп алдым. Төменде ссылкасын қалдырып кетемін. Сол видеоға қарап жасап аласыздар сіздерде. Одан кейін бізге осындай 3 түрлі өлшемдегі домалақ формалар қажет болады. Осы форманың көмегінде кождарды кесіп шығамыз. Бұндай форманы кондитерлік дүкеннен немесе базардан сатып алсаңыздар болады. 3 түрлі өлшемдегі кождарымыздың барлығын кесіп алдық. 5 штуктан шықты. Қалған шетінен қалып қойған қамырларды да осылай алып қоямыз. Қазір бұларды турап, бұны да пайдаланамыз. Кремін дайындаймыз. Ол үшін сүзбелі ірімшік, кілегей және де қант ұнтағы керек болады. Сүзбелі ірімшіктің үстінен қант ұнтағымызды салып, жақсылап 2 минуттай миксерлеп аламыз. Одан кейін барып, үстінен кілегейімізді құямыз. Тағы да жақсылап 5 минуттай миксерлеп араластырып аламыз. Крем дайын болды. Енді оның 3-тен 1 бөлігін бөлек ыдысқа салып аламыз. Оның үстінен гелевей немесе осындай құрғақ красительді қосып, жақсылап миксерлеп аламыз. Мен розовый түстегі құрғақ красительді пайдаландым. Сіздер кез келген өздеріңізге ұнаған красканы қосып, араластырып аласыздар. Міне осымен біздің кремдеріміз дайын болды. Енді тортты құрастыруға кірісеміз. Ол үшін бізге осындай кофеге арналған одноразовый бокалдарды қолданамыз. Стақанның ішіне ең кіші мөлшердегі кожды саламыз. Себебі көріп тұрсыздар, төменгі жағы осындай кіші болып келеді. Торттың кождары ылғалды болып шығу үшін біз осындай сүттің көмегінде пропиткасын жасап аламыз. Сүттен бөлек түрлі сироптармен, кофемен де пропиткасын жасауға болады. Торттың кремін жағамыз осылай айналдырып. Одан кейін екінші кожымызды қоямыз, оны да пропитка жасап, тағы да крем жағып, үшінші кожымызды дәл осылай қайталап жасап аламыз. Кесілгеннен соң қалып қойған осындай кождарды ұсақтап турап салып аламыз. Оны да жақсылап пропитка жасаймыз, кремін жағып, дәл жаңағыдай кезек-кезек салып аламыз. Бұл бізде 4-ші стаканымыз. Арасында кремін ақ креммен жағамыз, ал ең жоғарысындағы бетінде кремін осындай розовый кремнің көмегінде жағып аламыз. Менде осындай 3 стаканды розовый етіп жасадым, ал қалған 3 стаканды ақ креммен бетін қаптап алдым. Қасықтың көмегінде бетін тегістеп шығамыз. Не қыздар, торттарымыздың барлығын стақанға орналастырып болдық. Енді олардың бетіне әртүрлі оформлениясын жасасаңыздар болады, немесе мен секілді осындай жазу жазсаңыздар да болады. Ең алдымен жазуды жазу үшін осындай ағаш таяқшаның көмегінде алдымен жазуымызды сызып шығамыз. Одан кейін барып кремді бетінен осылай бастырып шығамыз. Сол кезде жазу өте әдемі әрі жинақы болып шығады. Егерде туылған күнге арнап жасап жатқан болсаңыз, осындай happy birthday, тағы да с днем рождения деген секілді түрлі жазуларды жазып аласыздар. Енді алда бізде Рамазан айы келе жатыр, соған арнап мен Рамазан мүбәрәк деген жазуды жаздым. Осылай барлығын жасап шықтық. Не қыздар, тортымыздың барлығын дайындап болдық. Өте әдемі әрі ерекше болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сыйлыққа берсеңіздер де осылай қапқағын жауып берсеңіздер де болады. Өте ыңғайлы сыйлық.
Видео ұнаған болса лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Менің каналыма тіркеліп, қоңырау шаны басып қойыңыздар. Себебі келесі видеода мен осындай тюльпан самсасының видеосының рецептісімен бөлісемін. Сол видеода кездескенше сау болыңыздар.